Обожаю свою работу. Привет! Меня по-прежнему зовут Алишер Геликбаев. Я по-прежнему работаю на сайте по продаже авиабилетов chocotravel.com. Вместе с национальным авиаперевозчиком компанией Air Astana мы берем случайных прохожих в городе и отправляем их совершенно в другие города. Мы уже летали в Актау, Шымкент, Астану и даже в Казани побывали. В этот раз мы решили изменить себе и не искать героев на улицах Алматы, а отправиться совершенно в другой город, но не менее симпатичный, чем наша южная столица – Павлодар. Мы решили начать поиски нашего героя в одном из легендарных общественных транспортов города Павлодара. Это трамвай. Честно, не знаю, сколько стоит общественный проезд в Павлодаре. 60 тенге. 418 – это 13, да? Получается. И 904 – это тоже 13. Это счастливый билет. Надо его съесть. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена? Едете ли? Домой. Полетели в Алмату? Нет. Что же вы так? Вы были в Алмате когда-нибудь? Конечно. Очень угрюмые люди в трамвае. Ну, время такое или погода дает свои отпечатки. Но надеемся, что в следующем трамвае нам повезет чуть больше. Какой у вас необычный цвет волос. Спасибо. В Алмате были? Нет. Идеальный герой, но удостоверение с собой не взяла. Мы поменяли наш трамвай. Прошел первый час, героя еще не нашли. А вы спросили бы, как жизнь, почему дорожает, я бы сказал, зачем, для чего. Ну, как жизнь? Почему все Вот, дорожает? Почему, не знаю. Бесплатно бы уже старики ездили, пел. Чего ж, 30 тенге, неужели мы не заработали? Мен қазақша ғана сөйлеймін. Қазақша сөйлей беріңіз. Алматыда болдыңыз ба дейсіз ба? Иә, Алматыда болдыңыз ба? Жоқ, болған жоқпын. Бізбен бірге барасыз ба? Жоқ, не үшін барамын? Біз сізді қыдырамыз, қаланы көрсетеміз сізге. Жоқ, жоқ. Неге? Оған уақыт жоқ қой. Вы никогда не были в Алматы, мы покажем вам наш родной чудесный город. Спасибо, но... Через 2 дня мы вас доставим обратно в Павлодар. Мы в Павлодаре же, да? Точно, мы в Павлодаре. Спасибо, нет. Павлодарский трамвай оказался не лучшим местом для поиска героев. Мы спустили кучу денег за проезд, но так и не нашли нашего единственного. Вот, сейчас мы пришли в район ЦУМа, да, то есть и акимата областного. Вот, будем надеяться, что здесь люди поприветливей, и наш герой все-таки отыщется. Здравствуйте, девушка. А вы были когда-нибудь в Алматы? Конечно, я там жила. В Алмате были когда-нибудь? Да, Много раз? да. Здравствуйте. Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы алаңыз. Алматыда болдыңыз ба бірден? Алматыда жоқ. Астанада болдым. Алматыда болған жоқ. Қазір бізбен 1 сағаттан кейін самолетпен ұшып барасыз ба Алматыға? Жайым? Қаланы көрсетеміз сізге. Кеттік енді. Әйеліміз оны көру. Алло. Жаным, несіңіз? Қалай? Не ғой, мен 2 күнге Алматыға барып келсем. Вот мы восточные люди, для нас очень важно мнение жены. А южане бы уже сами улетели бы и все. Сені алып кетейін? Не отпускает. Я пускай. Тоже хочет. Алып бару оңай ма? Өзім төлесем? Жоқ. Ренжиді ғой, да. Мен сықайды кетіп барасың. Сосын көреді бәрін видеодан. Сосын ренжімейді саған. Кеттік енді, болды. Кет, ал кет. Уважаемые дамы и господа, командир народного экипажа, приветствует вас на борту. Көп рахмет, Air Astana. Өте керемет ұшып келдім. Прикольно. Он не хочет ее запускать. Мінекі достар, біз Алматы қаласындағы Ритц Карлтон қонақ үйіне жаңа ұшып келдік. Алматы ұнады. Қазір мен кешкі асымды ішіп алып, тамақтанып алып, номерге барып жатамын. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Пожалуйста, ваш салат. Тартар из тунца.
Приятного аппетита. Непонятно, что кушаю. Тунец это рыба, да? Тунец, да, рыба. Бәрі де қызық, бәрі де бірінші рет. Стейк, Нью-Йоркша деп әкеп берді. Қазір дәмін көрейін. Өте келемін. Мистер Ахмеджанов Мақсат деп жазған екен. Как мистер Сайлаубек. О, класс. Охо. Керемет. Керемет көрініс. Алматы алақандағыдай. Біз Алматы қаласына серуенге шықтық. Осынау бағдарламаны ұйымдастырып жатқан жігіттер бізді Алматының әдемі, көрікті жерлерін көрсетеміз деп алып шықты. Бірге тамашалаңыздар, бірге көрейік. Сәттілік. Маған бәрі ұнап жатыр. Көп рахмет. Арбат деген жердеміз. Керемет, керемет. Суреттер салынған. Еліміздің ертеңгі ұл-қыздары. Оны мен клиптен ғана көргем. Кім ойлаған осылай? Өзім келіп бірдей көрем деп. Алматы қаласының әсем жерлерін тамашалап жүрміз. Осы бағдарламаға көп-көп рахмет. Неге мен медеуден таза ауа күшті демалады екенсіздер. Медеуге келіңіздер. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мақсат, өте қуаныштымыз. Хорошо, пойдемте, я покажу вам наш торговый. Көп рахмет. Мінекей достар, бізді Мегада қарсы алып алды. Қазір Меганы көрсетеміз дейді, таныстырамыз дейді, сыйлықтар сыйлаймыз дейді. Көрейік, бізбен бірге болыңыздар. О, Нью-Йорк. Пойдемте. Мінекей достар, біз Мегадағы Нью-Йорк деген дүкенге кірдік. Бұнда қалаған заттарды алсаң болады деді. Таңдай көрейік, не алатынын білмеймін. Мінекей достар, біз Алматы қаласынан жарты сағат жол жүріп, Лесная сказка деген демалыс орнына келіп жеттік. Қайырлы таң достар. Жеттік. Куда? Куда? Уйдет. Рукой чуть. Құрмет достар, мінекей біз Алматыдағы Лесная сказкадағы демалыс орнындағы бір қызықты сәт өткіздік. Ары қашықтығы 1,7 километр. Осында арқаннан
Кәттелініп келдік. Өте керемет бір әсер алып тұрмын. Қорқыныш та бар. Жақсы. Балық ұстап алдық. Өте керемет, бәрі жақсы, бәрі ұнап жатыр. Мінекей, жакузида жатырмыз. Табиғат бәрі көрініп тұр, ауа, таза ауа, Алматыда керемет. Өте керемет. Мінекей, құрметті достар, біздің 2 күндік Алматы қаласына келген демалыс күндеріміз өз мәресіне жетті. Осы бағдарламаны дайындап, осындай бағдарламаға бізді қатыстырып, бізді сонау Баян Кереку өлкесіне алып келген азаматтарға мың алғыс рахмет дейміз. Алматы қаласын көрдік, таныдық, өте тамаша. Мың алғыс рахмет сіздерге. Алла разы болсын.